сабағымыз бойынша сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізді өте жақсы жаңалықтан бастайды. Жақсы әдемі сөзден бастайды. Кәмітей, Әлиядан бастайды. Әзірия әдем болғыз. Дана ақыз болғыз. Көмсәтпен сауырға сауырға. Керемет көңіл күйде болмас. Орашқан мейірімді болғыз. Қимақ қағаздар бар. Қимақ қағаздарға ала отырып, бір-біріне келістіре отырып, яғни біз топқа бөлмейміз. Қимағандар бір-бір қимақ қағаздар. Қыпшақ хандығы тобы бірінші топқа отырайық. Қыпшақ хандығы тобы бірінші топқа отырайық. Ең тапсырмасы бойынша, қолшатыр әдісі бойынша сіздерге сұрақтар береді. Ол сұрақтарға жауап бере отырып, сендердің ең тапсырмаларды бағалап отыратын боламыз. Жарай ма? Ал бірінші топтан бастайық. Бірінші топтан бастайық. Айзере, келе ғой. Жан-жақтан. Тек бірінші ойымыз, бірінші топ, екінші топ жан-жақтан ала береміз. Теміршінгер Шыңғысхан атағы қай жылы берілді? 1960 жылы. 1960 жылы. Екінші жалғастыратын Айзереге бір жалғастырайық. Кім ағай? Айзере ағай жалғастырушы. Шыңғысханның әкесінің есімі кім? Есіге Өте дұрыс. Ал қолшатырды Айзереге бере қойыңдар. Аяқтарға бере қойыңдар. Келе ғой. Ол берген оқушыларға яғни теңге арқылы бағалап отырады екен. Тоғыз жасында болған екен. Әкесі қайтыс болғанда Теміршін неше жаста болыпты? 9 жасында болған екен. Өте дұрыс. Жарайды. Шыңғысханның есімі кім екен? Теміршін өте дұрыс. Ала ғой. Ал қолшатыр бағалап қойып. Келесі. Шыңғысхан қай жылы дүниеге келді? 1155 жылы. 1155 жылы. Өте дұрыс. Ала ғой. Келесі. Сабақтың тақырыбы Қазақстандағы моңғол шапқыншылығы. Бетті ашамыз. Қазақстандағы моңғол шапқыншылығы зерттеу сұрағы неліктен Шыңғысхан әскерлері отырарда алғай бойы алаңдады? Санның тарихи маңызын түсіндіріңіз. Моңғол империясының құрылуымен және оның Қазақстанға ықпал етуімен таныстырыларға логикалық қорытынды жасауға үйретті. Балалар осы тақырып бойынша видео сабағымызға назар аударайық. Алуы жетісу жерінен бастау алды. Бұл өңір моңғолдарды Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан гүлденген қалалармен қызықтырды. Жауап беретін боламыз. Ол бірінші топқа екі оқушы бірінші топ жинады. Екі адам бар. Сонда астарды алып тұрамыз. Енді қолымызға отырып, топпен жауап бере қояйық. Қолымызға отырамыз. Топпен жауап отырамыз. Бейбарыс. Екі болып, астық атысады. Яғни астық атысымыз топпен жауап беретін боламыз олар, я? Топпен жауап беретін боламыз. Бірінші топ тұңғы сабаққа қатысып отырды. Өте керемет. Жақсы жарайсыңдар. Ал бірінші топ, екінші топ тұңғы сабаққа қалай қатысып отырған екен? Шыңғысхан